Күніге 8 сағаттық жұмыстың серігі емес, 24 сағатқа тәлім тәрбие беріп, елдің балаларын білім нәрімен сусындатып келе жатқаныма 18 жыл толды. Азды көпті еңбек өтілімде үнемі ұстанатын қағидам бар. Ол түсініктің шын белгісі я деген жауап емес, шәкірттің жүзіндегі қуаныш болып табылады. Мен Төлебаева Самал Орынбасар қызы, білім саласындағы кірпішті қалауға жаралған жанмын. Өмірімді мектепке, балаларға арнаумен үлкен мәртебе. Заманауи бағытымыздың қарқындық дамуы уақытты тоқтатқан емес. Айқын мақсаттарымен жұмыс жасауды көздейтін мұғалімдік қызметімді қолға ұстатпайтын сабалтындай дер едім. Үздіксіз даму мен ізденуді қалап тұратын мамандығыма деген құрметім ерекше. Сабақ процесінен тыс үйірме жұмыстарын жандандырып келемін. Мектептен бастау алатын білім саласында информатика пәнінің ашқан жаңалығы роботтандыру. Білгім келеді деген аңғал, пәк көңіл балалардың үйірме жұмысына қызыққандығы соншалық, қиялға ерік берген балалардың ой-өрісі дамып деп айталамын. Мектептің қоғамдық жұмыстарына да алыстағым келмейтіні баршаға аян. Ән айту, би билеп, ақындар айтысына қатысу, түрлі қойылымдарға белсене араласу менің ең сүйікті хоббиім десем әбден болады. Мұғалім болған жанның өз туындысы болу керек. Ол сыныбың. Менің де өзімнің тәрбиелеп, білімнің шыңына жетелеп келе жатқан 11-ші сыныбым бар. Балаларым байлығым демекші, бірінен бірі асып түсетін биылғы мектеп түлектерінің де білім додасындағы аяқ алыстары жаман емес. Бұл да сынып жетекші ретіндегі еңбегінің борышы деп айтамын. Талаптың мініп тұлпарын, білімге шапты сұңқарым. Қуаныштан шаттанып, оттай жанды жанарым. Білім деген доданың бәйгісіне түстік тағыда, нұрын шашар қашаннан, жақындаймын жақсыға. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, ойшыл, кемеңгер, ақын бабамыз Абай ата айтқандай, ұстаздық еңбегімді адалынан жасай бермекпін.